Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін балықтан жасалған пирог жасайтын боламыз. Оған керек заттар: су, ұн, бір жұмыртқа, тұз. Ең алдымен біз су осындай қамыр илеп алатын боламыз. Қамырды екі бөлікке бөліп аламыз. Екі бөлікке болғаннан кейін ішіндегі начинкаға кірісетін боламыз. Ішіне қосатын начинкаға біз картошка және де консервідегі балықты қосып араластырып аламыз. Содан кейін қамырымыздың бір бөлігін табаққа осылай жайып қоямыз. Содан кейін ішіне начинканы салып, екінші қамырымызды үстіне осылай орап жауып қоямыз. Және де жылток, содан кейін күнжіт қоссаңыздар болады. Осылай дайындап болғаннан кейін 180 градуста 45 минутта пісіріп алатын боламыз. Және пирогымыз осылай дәмді болып дайындалып шықты. Барлықтарына жасауға кеңес беремін. Тез және оңай жасалынады.